Кеш жарық әріптестер, елімізде өзін-өзі жұмыспен қамтып жүргендердің саны еңбек етушілердің 4/1 бөлігіне тең. Мамандар зейнетақы жарнасын төлемей, кәсібін дөңгелетіп жүргендердің қартайғанда қаражаттан қысылуы мүмкін екендігін айтады. Алайда бұл жағдайды түзетудің бірнеше жолы бар. Бүгін әрқайсына жеке тоқталып, тарқата айтып беремін. Армағайын. ақш, Канада сияқты елдерде өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген адамдардың саны экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 10%-ын құраса. Жапония, Финляндия, Ұлыбритания сияқты елдерде 15%-дан аспайды екен. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш едәуір жоғары, 25%. Ұлттық экономика министрлігінің ресми статистикасына сүйенсек, елімізде 8,5 миллионнан астам адам жұмыс істесе, оның шамамен 2,1 миллионы өзін-өзі жұмыспен қамтушылар. Жалпы өзін-өзі жұмыспен қамтып жүргендер кімдер? Бүгінде оларды жалдамалы еңбекті пайдаланатын және пайдаланбайтын жеке кәсіпкерлер деп екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа шағын және орта бизнес өкілдері мен кәсіпкерлерге қызмет көрсететін серіктестерді жатқызсақ, екінші топқа ешқандай еңбек шарты жоқ, өзі үшін қызмет ететін фрилансерлерді және маусымдық жұмысшыларды жатқызуға болады. Азаматтық құқықтық шарттар бойынша жұмыс істейтіндер биылғы жылдың 14 шілдесінен бастап қорға міндетті зейнетақы жарналарын төлеулері тиіс. Оның көлемі айлық табыстың 10%-на тең, бірақ ең төменгі жалақының 10%-нан кем емес, және 75 еселенген мөлшерінің 10%-нан аспауы керек. Жарнаның бұл түрін екінші деңгейлі банктер арқылы аудару қажет. Егер жекеменшік кәсіппен айналысып жүрген кәсіпкер, нотариус, сот орындаушы, кәсіби медиатор, адвокат пен фрилансердің қаржы институтында шоты болмаса, жарналарды банктың экранда көрсетілген деректемесіне қолма-қол ақшамен аударуға болады. Бұл азаматтардың табысы тоқтап қалса, жарналарды өз пайдасына ең төменгі жалақының 10% мөлшерінде төлеуге құқылы, бірақ міндетті емес. Міндетті төлем жасау туралы бастаманы қолдаушылардың бірі актриса Тоғжан Ерболаева. Күні-түні түсірілім алаңында тынбай жұмыс істейтін келіншек табыс көзі ретінде жарнама роликтеріне түседі екен. Зейнетақы жүйесінің жаңа қатысушысы түрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатысу мүмкіндігіне ие болғанына қуанышты. Біріншіден, қартайған шағымда көбірек ақша алам, бұл дұрыс болғаны. Екіншіден, ипотекалар және кішігірім несиелерге қол жеткізе алам, бұл да дұрыс. Мүмкіндік жасалып жатыр, яғни. Сонымен қатар, әртүрлі мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алатыныма ризамын. Биылғы жылдың ақпан айынан бастап, қор өзін-өзі жұмыспен қамтып жүргендерді зейнетақы жүйесіне тарту мақсатында жарнамен толықпай жүрген шоттарды өңдеуді бастады. Нәтижесінде 2015-2017 жылдар аралығында ашылған, алайда бірде-бір рет жарна түспеген шоттар. Сонымен қатар зейнетақы жинақтары бар, алайда 2017 жылы жарнадан кенде қалған шоттар анықталды. Өз кезегінде қор қызметкерлері аталмыш шоттардың иелеріне хабарласып, жарналардың түспеу себебін анықтап, зейнетақы заңнамасы бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл жұмыстың нәтижесі туралы қордың өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет көрсету департаментінің директоры Мәмиля Мұсабековадан сұрайық. Мәмиля Құрманжанқызы, сіз эфирдесіз. 2018 жылдың ақпан-тамыз айларында 500 мың салымшыға қоңырау шалу жоспарланған болатын. Осы уақыт аралығында 514 мың салымшыға қоңырау шалынды. Солардың ішінен 320 мың салымшымен нақты байланыс орнатылып, 65 мың салымшының немесе бұл байланыс орнатылған салымшылардың 20%-ын құрайды. Зейнетақы шоттарына зейнетақы жарнасы ретінде 1 миллиард 120 миллион теңге қаражат түсті. Қор тарапынан бұл жұмыстар әрі қарайда қарқынды түрде жалғастырылуда. Өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген адамдарды зейнетақы жүйесіне тарту мәселесі бойынша қор тарапынан билік органдарына қандай да бір ұсыныстар әзірленіп жатыр ма? Әзірленіп жатыр. Бұл жұмысқа қор жанында құрылған қоғамдық кеңес мүшелері де белсенді түрде атсалысуда. Негізгі ұсыныстарды атап айтатын болсақ, жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, қор ресурстары мен бұқаралық ақпарат құралдарын қолдана отырып, түсініктеме жұмыстарын жүргізу, тұрмысы төмен азаматтарға салықтық жеңілдіктер қарастырылу, сонымен қатар өзін-өзі жұмыспен қамтығандар зейнетақы жарналарын уақытылы төлемеген кезде оларды өсімпұлдан босату болып табылады. Рахмет, бізбен байланыста болған қордың өңірлік желіні дамыту және ілеспе қызмет көрсету департаментінің директоры Мәмиля Мұсабекова. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.